Инвестициялық жоспарлау бұл бизнесте табысты болудың негізгі аспектілерінің бірі. Төменде инвестициялық жоспарлаудың негізгі тақырыптары мен аспектілері бойынша курс лекцияларының құрылымын ұсынамын. Инвестициялық жоспарлау, курс лекциялары 1. Инвестициялық жоспарлаудың негіздері. Инвестициялық жоспарлаудың маңызы мен мақсаттары. Инвестициялық жоспарлаудың негізгі принциптері. Инвестициялардың экономикалық мәні 1. Инвестициялық жоспарлаудың негіздері. Инвестициялық жоспарлаудың маңызы мен мақсаттары. Маңызы, ресурстарды тиімді бөлу. Инвестициялық жоспарлау кәсіпорынның қаржылық және материалдық ресурстарын тиімді бөлуге мүмкіндік береді. Бұл инвестициялардың қай жерге бағытталатынын және олардан қандай нәтиже күтілетінін анықтайды. Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету. Жақсы жоспарланған инвестициялар кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын сақтап, ұзақ мерзімді табысты қамтамасыз етеді. Тәуекелдерді басқару. Инвестициялық жоспарлау тәуекелдерді анықтауға және оларды басқаруға көмектеседі. Бұл кәсіпорынның нарықтағы жағдайын нығайтады. Мақсаттары. Инвестициялық жобалардың мақсаттары мен міндеттерін анықтау. Кәсіпорынның мақсаттарына сәйкес инвестицияларды жоспарлау арқылы оның стратегиялық мақсаттарына жету. Инвестицияның қайтарымдылығын қамтамасыз ету. Инвестициялардың тиімділігін бағалап, ұзақ мерзімді пайда алу. Қаржыландыру көздерін анықтау. Қаржыландыру көздерін дұрыс таңдау арқылы жобаның қаржылық құрылымын анықтау. Инвестициялық жоспарлаудың негізгі принциптері 1. Қаржылық тұрақтылық. Инвестициялық жоспардың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету, яғни инвестициялардың қаржылық жүктемелерін және олардан күтілетін табысты теңдестіру. 2. Тұрақтылық және икемділік. Инвестициялық жоспардың нарықтағы өзгерістер мен тәуекелдерге икемді жауап беруін қамтамасыз ету. 3. Максимум пайда алу. Инвестициялардан максималды қайтарым алу мақсатында капиталды тиімді пайдалану. 4. Сараптамалық негіз. Инвестициялық шешімдер объективті мәліметтер мен нақты сараптамалар негізінде қабылдануы тиіс. 5. Стратегиялық сәйкестік. Инвестициялық жоспар кәсіпорынның стратегиялық мақсаттарымен және ұзақ мерзімді жоспарлармен сәйкестендірілуі қажет. Инвестициялардың экономикалық мәні. Экономикалық мәні. Экономикалық өсуді ынталандыру. Инвестициялар кәсіпорынның өндірістік қуаттарын кеңейтеді, инновацияларды енгізеді және экономикалық өсуді ынталандырады. Жұмыс орындарын құру. Жаңа жобалар мен өндіріс орындары жаңа жұмыс орындарын қамтамасыз етеді және еңбек нарығын дамытады. Табыс пен байлықтың өсуі. Инвестициялар кәсіпорынның табысын арттырады, оның қаржылық тұрақтылығын нығайтады және жалпы байлықтың өсуіне әсер етеді. Бәсекелестікті арттыру. Инвестициялар жаңа технологияларды енгізу арқылы бәсекелестікті арттырады және нарықта кәсіпорынның позициясын нығайтады. 2. Инвестиция көлемін анықтау. Инвестиция көлемін жоспарлау әдістері. Инвестиция көлемін жоспарлау әдістері. Математикалық. 1. Дисконтталған ақша ағымы. Discounted cash flow. DCF әдісі мақсаты. Инвестицияның қаржылық тиімділігін бағалау үшін болашақ ақша ағымдарын ағымдағы құнға дисконттау. Құрамы. Болашақ ақша ағымдары. Жобаның болашақтағы күтілетін табыстары мен шығындары. Дисконттау ставкасы. Қазіргі уақыттағы ақша құны мен болашақтағы ақша құнын салыстыру үшін қолданылатын ставка. Формула. Мұндағы 0 бастапқы инвестициялық шығын 2. Ішкі табыс мөлшерлемесі. Internal rate of return IRR әдісі мақсаты. Инвестицияның тиімділігін бағалау үшін жобаның ішкі табыс мөлшерлемесін есептеу. Құрамы. NPV теңдеуінің IRR-ды шешу. Нақты есептелген NPV 0-ге тең болатын дисконттау ставкасы. 3. Инвестициялық қайтарым кезеңі. Payback period әдісі мақсаты. Инвестицияларды қайтару уақытының ұзақтығын анықтау. Құрамы. Бастапқы инвестиция. Инвестициялық шығындар. Жылдық ақша ағымдары. Инвестициядан алынатын табыстар. 4. Таза қазіргі құн. Net present value. NPV әдісі мақсаты. Инвестицияның қаржылық тиімділігін анықтау үшін барлық болашақ ақша ағымдарының қазіргі құнын есептеу. Құрамы. Болашақ ақша ағымдары. Жобаның табыстары мен шығындары. Дисконттау ставкасы. Ақша ағымдарын дисконттау үшін қолданылатын ставка.
5 сенімділік талдауы, sensitivity analysis, әдісі мақсаты, инвестициялық жобаның тиімділігі әртүрлі параметрлердің өзгеруіне қалай әсер ететінін бағалау. Құрамы, параметрлерді өзгерту, инвестициялық жобаның кірістер, шығыстар және дисконттау ставкасын өзгерту. Нәтижелерді талдау, әртүрлі сценарийлер үшін жобаның қаржылық тиімділігін бағалау. Құрамы, дисконтталған ақша ағымдарының кестесі жобаның тәуекелдерін бағалау. Бұл әдістерді қолдану арқылы инвестициялық жоспарлау кезінде жобаның қаржылық тиімділігін, тәуекелдерін және потенциалды қайтарымдылығын бағалауға болады. Негізгі және қосымша инвестицияларды анықтау, инвестициялық жобаның жалпы құнын есептеу, инвестициялық жобалардың қаржылық модельдерін құру, сенімділік талдауы, sensitivity analysis, әдісі 1. Негізгі принцип. Сенімділік талдауының негізгі мақсаты, жобаның немесе инвестицияның тиімділігін анықтайтын негізгі параметрлердің өзгеруі оның қаржылық нәтижелеріне қалай әсер ететінін анықтау. Бұл әдетте, дисконтталған ақша ағымдары немесе таза қазіргі құн сияқты көрсеткіштердің өзгерістерін зерттеу арқылы жүзеге асырылады. Формула. Сенімділік талдауын жүргізу үшін әдетте келесі формулаларды қолдануға болады. Сенімділік талдауының негізгі формуласы. 1. Параметрлерді өзгерту. Сенімділік талдауының негізінде, негізгі параметрлердің, мысалы, кірістер, шығындар, дисконттау ставкасы, өзгерісіне әсерін есептеу қажет. Сенімділік коэффициенті 3. Мысал ретінде, инвестициялық жобаның кірістерінің өзгерісіне қарай, НПV мәнінің өзгерісін талдайық. Бұл әдіс жобаның немесе инвестицияның параметрлерге байланысты сезімталдығын бағалауға мүмкіндік береді, және сенімділік талдауын жүргізу арқылы маңызды тәуекелдерді және олардың ықтимал әсерлерін анықтауға болады. 3. Қаржыландыру көздерін іздеу. Инвестицияның қаржыландыру көздері: жеке капитал, банктік кредиттер, мемлекеттік қолдау, венчурлық капитал. Қаржыландыру көздерінің артықшылықтары мен кемшіліктері. Қаржыландыру көздерін таңдау критерийлері. Инвесторлармен жұмыс істеу стратегиялары. Қаржыландыру көздерін іздеу, формулалар мен есептеу әдістері 1. Қаржылық құрылымды есептеу. Қаржылық құрылымды анықтау үшін кәсіпорынның жалпы капиталын, оның ішінде қарыздық және меншікті капиталдың үлесін есептеу маңызды. Төрт. Инвестициялық шешімдерді бағалау. Инвестициялық шешімдер қабылдаудың әдістері. NPV, payback period. Қаржылық көрсеткіштерді салыстыру. Әртүрлі әдістердің нәтижелерін салыстыру арқылы жобаның қаржылық тиімділігін бағалауға болады. Әдістерді қолдану кезінде әрқайсының ерекшеліктерін және жобаның нақты жағдайларын ескерген жөн. Бұл әдістерді қолдану арқылы инвестициялық жобалардың қаржылық тиімділігін, тәуекелдерін және пайдасын бағалауға болады. Әр әдістің артықшылықтары мен кемшіліктерін ескере отырып, шешім қабылдауда толыққанды ақпарат алу маңызды. Ризиктерді бағалау және басқару. Ризиктерді бағалау және басқару 1. Ризиктерді анықтау. Ризиктерді анықтау кезеңінде жобаның немесе бизнес процестің мүмкін болатын тәуекелдері анықталады. Бұл кезеңде негізгі тәуекелдер, олардың ықпалы мен ықтималдылығы зерттеледі. Қадамдар: мүмкін болатын тәуекелдерді тізімдеу, ішкі және сыртқы факторларды талдау, тәуекелдер туралы ақпарат жинау, мақсатты нарық, бәсекелестер, технологиялық өзгерістер. 2. Ризиктерді бағалау. Ризиктердің ықпалын және ықтималдылығын бағалау үшін түрлі әдістер мен формулаларды қолдануға болады. Тәуекелдерді бағалау матрицасы. Тәуекелдерді бағалау матрицасы тәуекелдердің ықпалын және ықтималдылығын бағалауға көмектеседі. Формула: ықпал, тәуекелдің мүмкін болатын әсері, мысалы, төмен, орташа, жоғары, ықтималдық,
тәуекелдің орын алу ықтималдығы, мысалы, төмен, орташа, жоғары. 3. Ризиктерді басқару стратегиялары тәуекелдерді төмендету және олардың ықпалын азайту мақсатында әзірленеді. Әдетте төмендегі стратегиялар қолданылады. Ризиктерді азайту, mitigation, әрекеттер, тәуекелдерді азайту үшін алдын алу шараларын қолдану, мысалы, резервтік жоспарлар мен сақтандыру. Б. Ризиктерді бөлісу, sharing, әрекеттер, тәуекелдерді бөлісу немесе тарату арқылы оның ықпалын азайту, мысалы, серіктестік қарым-қатынастарды орнату немесе аутсорсинг қолдану. Ризиктерді қабылдау, acceptance, әрекеттер, тәуекелдерді қабылдау және олардың ықпалын ескеріп әрекет ету, егер олардың ықпалы өте төмен болса. Ризиктерді жою, avoidance, әрекеттер, тәуекелдерден толықтай аулақ болу үшін жобаны немесе жоспарды өзгерту немесе тоқтату. 4. Ризиктерді мониторинг және қайта қарау. Ризиктерді басқару үдерісінің маңызды бөлігі тәуекелдерді тұрақты түрде мониторинг жүргізу және қажет болған жағдайда қайта қарау. Қадамдар: ризиктерді бақылау, тәуекелдермен байланысты көрсеткіштер мен оқиғаларды бақылау. Бағалау нәтижелерін қайта қарау, жаңа тәуекелдер мен өзгерістерді ескеріп басқару стратегияларын қайта қарау. 5. Ризиктерді бағалау құралдары: SWOT талдау, күшті және әлсіз жақтарды, мүмкіндіктер мен қауіптерді талдау. PAST талдау, саяси, экономикалық, әлеуметтік және технологиялық факторларды бағалау. Формальды тәуекел бағалау әдістері: әртүрлі статистикалық және математикалық модельдер мен әдістер. Бұл әдістер мен формулалар ризиктерді бағалау және басқару кезінде қолданылатын негізгі құралдар болып табылады. Әрбір жобаның немесе бизнес жоспардың нақты жағдайларын ескере отырып, тиімді басқару стратегияларын әзірлеу қажет. Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау, жоба тәуекелдерін есепке алу және оларды азайту стратегиялары. 5. Инвестициялық жоспарды іске асыру кезеңдері: жобаның орындалуын бақылау және есеп беру, түзету шаралары және жоспарды қайта қарау. 6. Қорытынды және тәжірибелік жұмыстар: кейс стадиді талдау, инвестициялық жобаларға қатысты практикалық тапсырмалар, инвестициялық жоспарлау бойынша қорытынды пікірлер мен ұсыныстар.